Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тәтті бауырсақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет және 200 грамм қант. Екеуін әбден аппақ көпіршікке араластырып аламыз. 1 шымшым тұз саламыз. Оған қоса 200 грамм сары май саламыз. Бәрін әбден араластырып аламыз. Енді осы массамызға 500 мл сүт құямыз. Жылы сүт. Ас содамызға сірке суын құйып, дайын массамызға құйып аламыз. Содан бәрін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Массамыз осылай көпіріп тұр. Енді бұған бірте-бірте ұн салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Осы ұнның үстіне қазір разрыхлитель саламыз. Бәрін жақсылап тұрып араластырып, жұмсақ қамыр елейік. Осылай жұқа қылдырып жайып аламыз. Жұқа. Піскен кезде ол тағы көтерілетін болады. Осындай полоскаларға бөліп алдық. Енді қазір бауырсақ ретінде пісіреміз. Осылай етіп турап алдық. Нанымыз қолымызға жабысып тұр әлі де.